Ассалаумағалейкум, құрметті ақтөбеліктер, құрметті қазағыр, қош келіпсіздер автомобиль Ақтөбе нөмір 1. Ал міне жұмысқа келіп жатырмыз. Демалыс күні өте тамаша, ауа райы тамаша. Вообще күн бүгін өте керемет. Минус 20 деп тұр, қар жауып тұр, әдемі болып. Енді күнде таксимен қатынап жүргесін мына жұмысқа. Мына көбісі үлкен кісілер айтады. Мен байқап жүрмін негізінде. Сол айтып кетейін, не болса да, сол кісілер енді жанан қайғы, тауып жүрген наным ғой ол кісілердің. Енді мен ешкімді кінәламаймын, бірақ айтып кететін бір не бар, жүн бар. В общем, мына кісілер подача, біз шақырамыз ғой таксиге, подача тапсырған берген кезде такси сол точке келеді екен. Сол жаңа кісілердің әңгімелерін тыңдасам, кейбір адамдар бір масқара екен деймін. 21 жастағы ма 20 жастағы қыздар ана дворда шлагбаум, қазір бүкіл қалаға барсам бүкіл жерде шлагбаум, машина кіре алмайды. Сол подача берген кезде ана жас қыздар, пассажирлер бүйтіп сөйлейді екен, звондап. Мысалы шлагбаум тұр ғой, машина кіре алмайды. Сол жаңағы звондайды жас қыздар, бүйтіп: найди, у кого есть шлагбаум, и заедьте, я жду возле подъезда дейді. Ал ондай адамдарға не дейсің? Түсіндіре алмайсың уже. Сол айтайын кетейін, шамалы сабырлы болып, шамалы түсінікпен қарап, сосын такси шақырған кезде ана адам бүйтіп тастайды ғой, сары болып жанып, соған бассан точный геолокация көрсетеді да, сен именно қай жерде тұрған. Сол айтайын кетейін, водительдерге де шамалы машиналарға қараңдар. Әртүрлі машина келеді, кейбір машиналардың боға қағып жатыр. Екі жақты да айту керек. Машина жағынан, пассажирге айтатын сабыр сақтаңдар. Водительге ұрыспай дұрыстап түсіндіріп айтып кетіңіз, қай жерде тұрып жатқаныңыз, қай жерде тұрғаныңыз. Ол өзіңіз уақытыңызды экономдайсыз, және де мына кісінің уақытын алмайсыз деймін да. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан звондап, шамалы сабырмен дұрыстап сөйлесіп тез кетесіңдер, көңілде кетесіңдер. Мына водительдерге, кейбір водительдер айта кетейін, машиналарыңызға қарап шығыңыз. Баяғыда комфорт бастаған кезде салфетка не болатын еді, қазір мүлдем болды жоқ, тазалық та жоқ. Сондықтан шамалы тазалыққа қарайық, сабырлықпен қарайық. Шамалы қазақ елде аз қазақпыз да, сол бірімізге ұрыспай дұрыстап көңілді жүрейік, құрметті қазақ ел. Жаңа көбісі ағайлардың әңгімелері сол. Подача берсе дұрыс бермейді, қазіргі адамдар босай сөйлейді. Бірақ водительдерге келсек те, водительдер кейбір бар, салақ водительдер. Сіздер шамалы машиналарыңызды қарап, адамға дұрыстап сөйлеңдер. Кейбір водительдер сөйлей алмайды. Амандасқан кезде өзін амандасып: ассалаумағалейкум. Орыс болса здравствуйте дейсің, қазақ болса ассалаумағалейкум дейсің. Амандасқан кезде өздері де амандаспайды кейбір водительдер. Құрметті ағалар, сізге амандасқан кезде саламатсыз, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам деп дауысы шығарып қайтарып айтыңдаршы сәлемді. Шамалы ұят қой енді. Үлкен кісілер баяғыда ренжитін еді, неге амандаспайсыңдар деп. Қазір біз амандасақ, сендер амандаспайсыңдар. Кейбір мұндай ағаларымыз кездеседі. Сондықтан өзімізді қадірлейік, уақытымызды алмайық, нервімізді құртпайық, бірімізді сыйлайық, аман болайық, сау болайық. Егер де сапалы түрде боямын десеңдер, біздің мекен-жайымыз Еншік 85, байланыс телефон 8 771 406 1120. Бәрін тілейтінім жолда сәттілік, аман болыңыздар. Жақсы демалыс өтсін бәріңізге.